Құрметті оқырмандар, біз реттелмейтін қиылыстарды қарастырайық. Реттелмейтін қиылыс дейтініміз светоформен немесе реттеуішмен реттелмейтін қиылыстар. Мысалға, мына жағдайды алайық. Бұл тең дәрежелі жолдардың қиылысы. Тең дәрежелі жолдардың қиылысында сіз оң жақтан кедергіні өткізуіңіз керек. Сол себепті қиылыс алдында тоқтап, сіз оң жаққа қарауға міндеттісіз. Оң жаққа қарайсыз, оң жақтан кедергі болса, сіз қиылыс алдында тоқтап, сол оң жақтан кедергіні өткізуіңіз керек. Және сол жаққа да қарауыңыз керек. Себебі ережені білмейтін жүргізуші сізге жол бермей өтуі мүмкін. Қатты жылдамдықпен келе жатса, жол көлік оқиғасы орын алуы мүмкін. Сол себепті ережені білмейтін жүргізушіге де жол бересіз. Және арнаулы дыбыстық сигналы бар қызметтік көліктерге жол беруіңіз керек. Сізге осы жақтан жол беріп жатқанына толыққанды көз жеткізгеннен кейін ғана жүрісіңізді жалғастыра аласыз. Ал егер де қиылыста басымдық белгісі орнатылса, басты жол деген, сіз бірінші болып өтесіз қиылыстан. Содан соң екінші дәрежелі жолдағы көліктер өтеді. Ал егер сіз екінші дәрежелі жолда келе жатырсаңыз, басты жолдағы көліктерге жол бересіз. Екі жақтан да. Оң жақтан да, сол жақтан да көліктерді өткізесіз. Содан соң жүрісіңізді жалғастырасыз. Егер де басты жол бағыты қиылыста өзгеретін болса, осы көрсетілген тақтайшадағыдай сол жақтағы жол басты жол екенін көріп тұрмыз. Сондықтан ең бірінші болып осы басты жолдағы көліктер жүріп өтеді. Енді осы екі көліктердің қайсысы бірінші болып өтетінін анықтау үшін осы екі көлікке назар салыңыз. Екеуі де тең дәрежелі жолда тұрғандықтан оң жақтан кедергіні өткізу керек. Яғни осы жағдайда жасыл автокөлікке көк автокөлігіміз оң жақтан кедергі болып табылғандықтан бірінші болып өтеді. Енді қиылыста екінші дәрежедегі жолдағы көліктер қалды. Олар да оң жақтан кедергі қағидасын қолданып жүреді. Яғни сары көлігіміз қызыл автокөлікке оң жақтан кедергі болып табылғандықтан бірінші болып өтеді. Мысал ретінде екінші дәрежелі жолда тұрған жағдайды қарастырайық. Қосымша белгіде басты жолдар қою сызықпен көрсетіліп тұр. Басты жолда қызыл және сары көліктер тұр. Оң жақтан кедергі қағидасымен қызыл көлікке сары автокөлігіміз оң жақтан кедергі. Мына жағдайда жасылға көк автокөлігіміз оң жақтан кедергі. Келесі жағдайды қарастырсақ, сіз екінші дәрежелі жолда келе жатырсыз. Сары автокөлігіміз басты жолда келе жатқанын көріп тұрмыз. Мына қосымша тақтайшадан. Әрине, біз сары автокөлікке жол беруге міндеттіміз. Себебі ол басты жолда келе жатыр. Және қызыл автокөлікке жол береміз, ол да басты жолда. Ал жасыл автокөлік бізге жол беру керек, себебі біз оған оң жақтан кедергі болып табыламыз. Келесі жағдайды қарастырсақ, мына жерде басты жол біздің қарама-қарсы жол және сол жағымыздағы жол. Жасыл автокөлік пен сары автокөлік басты жолда тұр. Жасыл автокөлігіміз сары автокөлікке оң жақтан кедергі болып табылғандықтан бірінші болып өтеді. Ал бізге қызыл автокөлік оң жақтан кедергі. Мына жағдайда мысалы қызыл автокөлігіміз
біздің оң жағымызда тұр. Ол да екінші дәрежелі жолда тұр. Ол бізге оң жақтан кедергі. Ал сары автокөлігіміз басты жолда тұр. Бірақ оған жасыл автокөлік оң жақтан кедергі. Осылайша біз қиылыстан ең соңғы болып өтеміз.